Все, бүгінгі бітті. Қалған ертең оқимыз, Оқимыз. Чо? Қалай малюсеньки? Осымен сосын қалған ертең бітірсек. Роald Dahl, Чарли және шоколад фабрикасы. Бірінші бөлім. Чарли келе жатыр. Мынау екі қария, мистер Бакеттің әкесі мен анасы Джо ата мен Жозефина әже. Ал мына екі қария, миссис Бакеттің әкесі мен анасы Джордж ата мен Джорджина әже. Әже. Мынау әже, мынау ата. Түрлері ұқсайды екен. Мына кісі мистер Бакет. Қасындағы жұбайы миссис Бакет. Олардың Чарли Бакет есімді ұлы бар. Мына Чарли Бакет. Ұқсай ма Чарлиға? Мынау Чарли. Армысыздар. Чарли сіздермен танысқанына аса қуанышты. Сендер бізбен амандасып отыр, Чарли. Амандастың ба? Бұл отбасы мүшелерінің бәрі 6 ересек және бір бала үлкен қаланың шетіндегі кішкентай ағаш үйде тұрады. Көрінер ме? Үлкен қала, қаланың үйлері кішкентай. Олардың үйі тар, тұрмысы жұпыны. 2 бөлмелі баспанада жиһаз атаулыдан бары бір төсек қана. Үйлеріне бірақ төсек қана бар екен. Төсекте 4 қария жатады. 4 кісі бар ғой, солар жатады екен. Себебі олар тым қартайған және шаршаған кісілер. Шаршағаны сондай, төсектен ешқашан тұрмайды. Джо ата мен Жозефина әже төсектің бас жағында, Джордж ата мен Джорджина әже аяқ жағында жатады екен. Үлкен төсекте екеуі жатады екен. Мистер Бакет пен миссис Бакет және кішкентай Чарли Бакет түпкі бөлмедегі матраста жатады. Бұл қолайсыздыққа жазда төзуге болар еді. Бірақ қыста еденнен ызғар соғып, қатты қинайды дейді. Жазда болады дейді олай өмір сүруге, бірақ қыста қиын дейді. Өйткені жерден қатты суық болып тұрады. Тәуірлеу үй немесе тым құрығанда тағы бір кереует сатып алуды сөз етудің өзі артық. Себебі бұл тым кедей отбасы болатын. Кедей отбасы деген ақшасы жоқ деген, Папасында азақ ақша. Папасында, мамасында. Бұл үйде жұмыс істейтін мистер Бакет қана. Ол күні бойы тіс пастасы фабрикасында паста толтырылған түтіктердің қақпағын бұрап жабады. Азақ берді ғой. Ақшасы аз екен. Ол қиын емес қой, қиындан көп берді. Бірақ қақпақ бұраушы қайбір оңғанын жалақы алушы еді. Мистер Бакет қанша тырысса да, қақпақтарды қанша жылдан бұраса да, үйдегілердің қажетін өтейтін заттардың жартысын сатып алуға да жетерлік ақша таппайды. Жұмысты қатты істесе де, қақпақтарды тез жапса да, бәрібір ақшасы жетпейді екен. Үйдің жартысына да жетпейді екен сатып алатын заттарға. Жалақысы тіпті жарытып тамақ алуға да жетпейді. Таңғы асқа нан мен маргарин, түсте буға піскен картоп пен орам жапырақ жеп, кешке орам жапырақ көже ішуге ғана шамасы жетеді дейді. Соны түсінді ғой, таңертең не жейді? Нан мен май жейді. Түсте картоп пен орам жапырақ, кешке орам жапырақ, көже, суп. Жексенбіде жағдай сәл жақсаратын. Отбасы ол күнді асыға күтуші еді. Себебі жексенбіде жаңағы тамақтарды үстемелеп ішуге болады. Бәрін қосып жеуге болады дейді. Шақақты оқысың. Мына жерде оқы. Әрине, Бакеттер әулеті аш болған жоқ. Бірақ үйдегілердің бәрі 2 қарт ата, 2 қарт әже, Чарлидің әкесі мен анасы және Чарлидің өзі таң атқаннан кеш батқанша өзегі талып, жүрегі сазып тұратынын үнемі сезініп жүретін. Қарындар ашып жүретін. Бәрінен де Чарлиге қиын соқты.
әкесі мен анасы көбінесе Чарли жесін деп түскі ас пен кешкі астан бас тартса да, өсіп келе жатқан балаға мұның өзі де жеткіліксіз қорек еді. Папа мамасы түсте кешкі тамақтарын жемей Чарлиге береді екен. Чарли орам жапырақ көжеден құнарлылақ, орам жапырақтан дәмдірек тамақты қатты қажет етті. Ол бәрінен де шоколад жегісі келді. Шоколад деп әлі мақсат тыңдады. Шоколад жегісі келді. Чарли шоколад жегісі келіп жүр екен. Чарли таңертең сабаққа бара жатып, текше шоколад қойылған дүкен терезесінің жанында тоқтағанда, сілекейі шұбырып, мұрнымен әйнекті тесіп жіберердей тақалып қарайды. Магазин алдында шоколад сататын жерге барып, былай қарайды екен. Сол шоколадты жегісі келді. Сілекейі ағып, иә. Мектепте қалтасынан шоколад шығарып, қомағайлана жеп тұрған балаларды күніне неше рет көретін дүниенің азабы да сол. Чарли Бакет жылына бір-ақ рет туған күнінде ғана шоколад жейді. Бір-ақ рет жейді. Осы күн үшін оның әкесі мен анасы, ата-әжелері жыл бойы ақша үнемдеп, мереке келгенде Чарли тұтас бір тақта шоколадты бір өзі жеу құрметіне ие болады. Сол күні ғана Чарлиға береді екен шоколадты. Туған күннің тамаша таңында алған сыйлығын кішкентай ағаш қорапшаға салып, құдды шоколад емес, бір кесек саф алтындай бірнеше күн бойы тез қызықтай қарап жемей жүреді. Сосын одан әрі шыдай алмағанда, ораманың бір шетін сәл ғана ашып, тамаша тәттідей дәмін татарға ғана жеткілікті титтей үгітіп алады. Шетін ғана тістеп жейді екен. Ертеңіне тағы титтей үгітіп, кішкентай 6 пенстік шоколадты осылай бір айдан астам уақыт талғажау етеді. Сонда кішкентай шоколадты келеді ғой. Сол кішкентай шоколадты сөйтіп бір айдан астам істеп, қиқымдап жейді. не көп сияқты. Кішкентай. Не сияқты? Букашка. Иә. Піттай қылып жейді, ше? Тұрсың ба? Гү сияқты. Иә. Бірақ мен саған шоколадты жақсы көретін Чарлидің жанына бәрінен артық бататын бір нәрсе туралы әлі айтқан жоқпын. Әлі бір нәрсе бар екен. Бұл дүкен терезесінде текше болып тізіліп тұратын шоколадтардан да дәл алдыңа тұра қалып шоколадты жейтін балаларды көргеннен де қиын еді. Бұл адам баласы ойлап тапқан азаптың ең ауыры. Сол қалада Чарлидің үйіне таяу жерде алып шоколад фабрикасы орналасқан. Алып деген үлкен. Чарлидің дәл үйіне жақын жерде үлкен шоколад фабрикасы бар екен. Өзің елестетіп көрші дейді. Және де бұл жай әншейін қатардағы шоколад фабрикасы емес. Бұл дүние жүзіндегі ең үлкен, ең атақты фабрика болатын. Бұл Уонка фабрикасы. Уонка фабрикасы деп аталатын бұл кәсіпорын жер бетінде бұрын соңды болмаған ұлы өнер тапқыш шоколад жасаушы мистер Уонка деген кісінің меншігінде. Мен оқимын. Мен оқимын, сосын айтасың. Уонка фабрикасы ғаламат, ғажап жер. Дәу темір қақпа, биік дарбазаның ар жағындағы мұржалардың түтін будақтап, ысылдап, пышылдаған ғажайып дыбыстары бір толастамайды. Фабрика төңіріндегі жарты мильдей жерді ертілген шоколадтың хош иісі үнемі жайлап тұрады. Күніне 2 рет мектепке барар және қайтар жолда кішкентай Чарли фабрика қақпасының тұсынан өтеді. Өтіп бара жатып, жүрісін әдейі баяулатып, шоколад иісі сіңген ауаны құшырлана жұтады. Асықпай бары өсіп деп ескиді екен шоколадтың иісін. Чарли бұл иісті керемет ұнатушы еді. Ол фабриканың ішіне кіріп, тамашалап көрсем деп қатты армандайды. Все, бүгінгі бітті. Қалған ертең оқимыз,
оқимыз. Жоқ. Қалай малюсеньки? Осымен сосын қалған ертең бітірсек.